күн әріптес, сізді менің каналымда көргеніме қуаныштымын. Сізбен бірге ұстаздардың әдістемелік және цифрлық құзыреттіліктерін арттыруға арналған канал Сандуғаш Қадырғалиевна. Менің YouTube каналымнан заманауи платформалар мен жұмыс, трендтегі әдіс, креативті презентациялар топтамалары мен қажетті дүниелеріңізді таба аласыздар. Бүгінгі сіздерге ұсынатын тақырыбым топқа бөлудің топ 5 әдісі. Бірінші әдіс Caslots.org сайты арқылы топқа бөлу. Екінші әдіс Classroom Screen онлайн тақтасы арқылы топқа бөлу. Үшінші әдіс Flippity.net платформасы арқылы топқа бөлу. Төртінші әдіс QR-код генератор сервисі арқылы топқа бөлу. Бесінші әдіс Kazmas.net сайты арқылы топқа бөлу. Ал ендеше бірінші әдіске толығырақ тоқталайық. Ең бірінші Caslots.org сайты арқылы біз оқушыларды топқа қалай бөлеміз? Ол үшін Google-дың іздеу жолағына Caslots.org деп жазамыз. Ешқандай да тіркеу жұмыстарын қажет етпейді. Осындай терезе ашылады. Бұл жерде генератор жасауға болады, жеребені пайдалануға болады, список арқылы топқа бөлуге болады және QR-код жасауға болады. Біз списки разделить на группы дегенді таңдаймыз. Арнайы Word бағдарламасында жазылған оқушыларыңызды копировать етіп алып келіп, мына жерге оң жағын басып тінтуірдің вставить деп қоямыз да, сіз әр топта қанша оқушы болғандығын қалайсыз. Мысалы, мен әр топта 5 оқушыдан болғандығын қалаймын. 5 деп жазамын да разделить на группы деп басамын. Сонда бізде оқушыларды осындай топтарға бөлді. Бізде 4 топ шықты, бірақ 4-ші топта 1 оқушы қалып қойды. Сондықтан сіз өзіңіздің оқушыларыңыздың санына байланысты топтастырғаныңыз дұрысырақ. Екінші әдіс classroomscreen.com онлайн тақтасы арқылы. Ол үшін Google-дың іздеу жолағына classroomscreen.com деп жазамыз. Осындай бет ашылады. Осы жерде біз More Widgets дегенде басамыз. Ескерте кететін жайт, осы онлайн тақтаны ашқан кезде сізде басқа сурет тұруы мүмкін. Менде қазір мысалы таулы аймақтың жерін көрсетіп қойған, сізде басқа сурет тұруы мүмкін. Бұл онлайн тақтада бірнеше құралдар бар. Топқа бөлудің құралын пайдалану үшін More Widgets дегенді басамыз. Сол жерде Group Maker деген болады. Соны басамыз. Open Settings деген болады. Настройкасын жасаймыз. Осы жерге біз жаңа көшіріп әкелген оқушыларымыздың атауларын тінтуірдің оң жағын басып вставить деп қоямыз. Содан кейін Settings дегенге барып, сіз осы оқушыларды неше топқа бөлгіңіз келеді? Мысалы, 4 топқа, 3 топқа, 2 топқа, 5 топқа деп осылай тінтуірді жылжыту арқылы осындай топтарға бөлуге болады. Қазір 5 топқа бөлейік. Енді Continue дегенді басамыз. Топтың суреті шықты, ол бізде бұлай түрінде орналасу мүмкін, мынадай нұсқада орналасу мүмкін. Grade Groups дегенді басамыз. Сол кезде біздің оқушыларымызды міне біз таңдаған 5 топқа бөліп берген болатын. Бұл бізде Classroom Screen онлайн тақтасы арқылы топқа бөлу. Үшінші топқа бөлудің әдісі Flippity.net платформасы арқылы. Google-дың іздеу жолағына жазып, осы сайтқа өтеміз. Ешқандай да регистрацияны талап етпейді. Егер түсініксіз болса, тінтуірдің оң жағын кез келген жерден басып, перевести на русский дегенді басып аламыз. Содан кейін мына жерде кездейсоқ шеңбер әдісі осы суретті астында тұрған демонстрационный дегеннің үстін басамыз. Бізде осындай жаңа терезе ашылды. Енді мұнда тұрған оқушылардың біз атауын өзгертіп аламыз. Ол үшін, егер түсініксіз болса, перевести на русский деп өзгертіп аламыз. Бізде мына жерде топтарға бөлуге болады. Енді более дегенді басамыз. Быстрое редактирование дегеннің қасындағы қаламның суреті тұрған жерді басамыз. Өзіміздің жаңағы көшіріп алған оқушыларымыздың атауын тінтуірдің оң жағын басып вставить деп қоямыз. Содан кейін применять дейміз. Енді бізге неше топқа бөлу қажет? Бұл жерде енді бізге неше адамнан бөлу қажет болатын болса, 3 адамнан бөлуге болады, 2 адамнан бөлуге болады, 4 адамнан, 5 адамнан бөлуге болады. Немесе топтарға бөлу қажет болатын болса, 2 топқа, 3 топқа, 4 топқа, 5 топқа деп таңдайды екенбіз. Бұл бізде Flippity.net платформасы. Төртінші біздегі сайт Kazmas.net.
Google'дың іздеу жолағына kazmas.net деп жазамыз. Ешқандай да тіркелу жұмыстарын қажет етпейді. Топқа бөлу деген жерді тауып алып, қолдану деген батырманы басамыз. Осындай жаңа терезе ашылады. Бұл жерде арнайы инструкция бар, нұсқаулық. Яғни арасына үтір қойылған оқушылардың тізімін жасап, бір жерге сақтап қойыңыз. Осында көшіріп Enter шертпесін басыңыз дейді. Біз оқушылардың атауын енгіземіз. Жаңа көшіріп алған мышканың оң жағын басып, ставить дейміз. Бірақ біз олардың аралығына, барлығына үтір қойып шығамыз. Өйткені бізде сайттың арнайы инструкциясы бойынша үтір арқылы қабылданатын болған. Әр оқушының аты жөнінен кейін біз міндетті түрде үтір қоямыз. Енді Шыңғыс деген ең соңғы жазылған сөзден кейін Enter пернесін басыңыз дейді. Enterді басқаннан кейін бізде осындай оқушылардың тізімін қабылдады. Енді астында қанша топқа бөлесіз. Сол жерден біз мысалы 3 топқа бөлу деген таңдаймыз. Топқа бөлу деп басамыз. Бізде сонда 3 топқа бөліп берді. Ескерте кететін жайт, мұнда біз міндетті түрде оқушылардың аты жөнін жазған кезде фамилия, имядан кейін міндетті түрде біз үтір қоямыз. Және соңғы оқушыдан кейін перне тақтадан, клавиатурадан Enter пернесін басуды ұмытпаңыз. Топқа бөлудің 5-ші әдісі QR код арқылы бөлу. Ол үшін Google'дың іздеу жолағына QR код генератор деп жазамыз. Топқа бөлуді ұйымдастыру үшін Google'дың іздеу жолағына QR код генератор деп жазып, тіркелу жұмысын жүргіземіз. Егер сіздің Gmail почтаңыз болса, тіркелу оңай жүзеге асады. Бұл менің сабақтар кезінде қолданған QR кодтарым. Енді жаңадан QR кодты біз қалай жасаймыз? Ол үшін слайд жасауға арналған PowerPoint-тың бағдарламасына кіріп, топтардың атауын жазып алдын ала дайындап қоямыз. Мысалы, мен осындай белгі алдым, осының ішіне мен топтың атауын жазайын. Мысалы, тапқырлар тобы. Екіншісі бізде, яғни кез келген фигураны салғаннан кейін, тінтуірдің оң жағын басып, изменить текст деп, мысалы, алғырлар тобы деймін. Енді осы екі дайындаған картинкамды мен міндетті түрде JPEG фото форматында сақтап алам. Ол үшін біз екінші және үшінші слайдтарды сақтаймыз. Ол үшін біз екінші слайдқа барып тұрып, файл, сохранить как дейміз де, қай жерге сақтаймыз? Мысалы, мен рабочий столға сақтаймын, тапқырлар деп топтың атауын жазып қояйын. Сосын тип файла деген жерден рисунок в формате JPEG деген таңдаймын да, сохранить деймде, только этот деп басамын. Келесі алғырлар тобы дегенде де мен үшінші слайдты тағы да JPEG фото форматында сақтап алайын. Файл, сохранить как. Қай жерге таңдадық біз? Рабочий столға таңдадық. Алғырлар деп топтың атауын жазамыз. Тип файла деген жерден рисунок в формате JPEG дегенді таңдап, сохранить только этот деймін. Енді рабочий столға келетін болсақ, біздің екі слайдымыз JPEG форматында фото болып түсті. Енді QR код генератор деген сайтқа өтіп, Create QR код дегенді басамыз, Image, яғни изображение дегенді басамыз. Төменгі жақта Upload, яғни загрузить деген батырманы басамыз. Өзіміздің дайындап алған жаңағы фотомызды тауып аламыз. Ең бірінші бізде тапқырлар тобы. Біздің фотомыз жүктелуде. Қойылды. Next дегенді басамыз. Енді осы QR кодымыздың дизайнын жазамыз. Scan me деген жерге сіз қазақша мені сканерле деп жазып қойсаңыз болады. Және QR кодымыздың түрін таңдаймыз. Мысалы, ол мұндай болуы мүмкін, және оның түсін таңдаймыз. Бізде дайын болды, download, скачать деп тапқырлар тобының QR кодын жүктеп аламыз. Бізде жүктелінді. Енді екінші алғырлар тобының QR кодын жасау үшін дәл осы әрекетті қайталаймыз. Міне, көшіріп алып келіп, екеуін копировать етіп алып, слайдымызға жаңа бет ашып қоямыз. Жаңаға екі QR кодымызды қойдық, және оны кішірейтіп, осы жерге қойып қояйық. Енді біз слайдымызды үлкен экранға қойып, оқушылардан телефондары арқылы сканерлеуін өтінеміз. Егер оқушы қызыл түсті таңдап сканерлесе, ол бізде тапқырлар тобына барады, ал көк түсті таңдағандар оны сканерлерсе алғырлар тобына барады. Ол бізде топқа бөлудің QR код әдісі. Сонымен бізде топқа бөлудің топ 5 әдісі қарастырылды. Егер видео пайдалы болса, лүпіл басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп, өзге әріптестерге бөлісуді ұмытпаңыз.